Енді осы тақырыпты ары қарай өрбітейік. Сонымен қазір қай мамандыққа сұраныс жоғары, маман бола тұрып, жұмыс таба алмай жүрген азаматтар көп пе? Бұл туралы бізге Тәттібеков Санжар Мейірханұлы, Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамы президент айтып бермек. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге алдымен рахмет айтамыз. Енді жаңа біздің әріптесіміз де айтты ғой, 16 мамандық жойылады деп жатыр. Ал оның орнын алмастыратын бәсекеге қабілетті мамандықтар қандай қазір колледждерде? Қазір енді жаңа айтып отырғандай, жаңа мамандықтар атласы деген бір үлкен құжат бар. 9 сала бойынша жасалып жатыр. Әрине ол тек қана жоғары білімді емес, кәсіп-техникалық білім беру жүйесінде қамтиды. Бұл жерде мысалға әр сала бойынша жаңа мамандық, трансформацияға ұшырайтын мамандық, сонымен қатар жойылатын мамандықтардың тізімі прогноздық шеңберде анықталған. Әрине, оны неге айтып отырмын прогноздық шеңберде деген? Мысалға қазір айтамыз, белгілі бір мамандық иесі керек, айталық тігінші дейік. Тігінші 10-15 жыл бұрын айтылған, осы тігіншілер жойылады, оның бәрін роботтар тігеді деген. Яғни бұны неге сіздерге прогноз түрінде айтып отырғанымыз, өйткені бұл жалпы болашақта техника мен технология дамып бара жатқаннан кейін осындай дүние орын алады дейді. Біз сізбен бір 10-15 жыл бұрын жалпы осындай электр машиналар шығады. Осыны біз жалпы айтқанда көруіміз керек, қарауымыз керек, оның қандай жөндеу жұмыстарын жасауымыз керек деген 10-15 жыл бұрын бізде болмаған шығар. Қазірде бұл өте өзекті мәселенің бірі. Яғни қажетті мамандықтардың бірі осы электр машиналарды қалай жөндейміз, батареяларын қалай ауыстырамыз. Яғни автомобиль бағыты бойынша осындай өзекті мамандықтар. Сонымен қатар цифрлық дамыған заманда жасанды интеллектпен жұмыс жасайтын мамандар керек. Робототехникамен жұмыс жасайтын мамандар керек. Қазір заводтардың барлығы толық енді автоматизацияға көшіп жатқаннан кейін толыққанды бұның мехатронщик деген мамандықтар бар. Оның да жалпы жасанды интеллектпен ұштасқан жерлер керек. Яғни автоматтандырылған жүйенің операторы керек. Мысалы құрылыс өндірісінде сізбен бізге фантастика түрінде көрінетін бар. Қазір құрылыс жүріп жатыр, бірақ қазір таңда бір үлкен робот тұрады да, осыған композиционный материал барлығы берілді ме, оны бір үлкен рукавпенен, белгілі қолменен өзі құрылысты жасап шығады. Стройка домды да. Ол енді BIM технология дейміз, оның да мамандар керек. Қазіргі таңда бұл енді бір ойлауы мүмкін, ол жоғарғы білімге ғана қатысты ма деген сияқты. Жоқ, бұл жоғары білімге ғана қатысты емес. Яғни біз қазіргі жұмысшы маманнан инженерлік ойлау қабілеті бар, сондай ойлау қабілеті жұмысшы мамандықтарды қазіргі таңда даярлайтын боламыз. Тағы да бір мысал ретінде айтатын болсамыз, қазіргі таңда токар дегеніміз бір сізбен біздің алдымызда көзімізге елестейтін токарный станок тұр. Осы токар станогының жанында белгілі бір жұмыскер, белгілі бір киімменен, арнайы киімменен жұмысын жасап жатыр дейік. Ол енді операциялар жасайды, қолында ол детальді өзде салады, операцияны қолмен өзі жасайды. Әрине ол процесс кейбір жұмыс орындарында, кейбір кәсіпорындарында бар. Қазіргі таңда Қазақстанда мынандай кәсіпорындарда бар. Токарный станок тұр, оператор ретінде мен жұмыскермін, жұмыскер ретінде мен уже токарный станоктың жанында тұрмаймын. Мен белгілі бір сіздің алдыңызда тұрған ноутбукпенен жанында, ноутбуктың жанында ЧПУ дейміз, числовой программа управления. Соның жанында мен задавать етем, мынау токарный станоктың жанында рукав тұрады да, детальді алады, анау токарный станоктың ішіне салады. Мен осының бәрін осылай отырып басқарып отырам. Токарный станогым жабылды, операция орындалды, детальді жоғында алып шықты, белгілі заготовкадан детальді алып шықты, қойды, ары қарай конвейерға кетті. Яғни біз қазіргі таңдағы жұмысшы маман енді арнайы киімде тұру міндетті, бірақ халатта да жұмыс жасалады, ақ халатпен де үсті басы кірлемей. Енді ол болашақта осындай мамандықтардың тізімі көбейеді, бірақ дегенмен де жұмысшы мамандықтар енді экономиканың драйвері болғаннан кейін әрбір салада олардың алтын қолдары керек. Яғни техникалық мамандықтар енді тек қана басқарып қана қызмет ете алады, Енді бұл жерде енді мен мысал ретінде кейбір мамандықтарды келтіріп отырмын. Әрине қолында күші керек мамандықтар көп.
Ол ретте де біраз мамандықтар тізіп айтуға болады. Сантехник болсын, электрик болсын, тағы басқа жаңа өзінің тігіншінің өзін болсын, құрылыс саласының өзі бойынша. Бұлар енді бізге керекті мамандықтар қазіргі таңда. Қазір әрине, мысалы тігіншісіз немесе сылақшы керек үй құрылысында, ондай мамандарсыз елестету қиын ғой. Бірақ сіз жаңағы айтып отырған мамандарды арнайы үйрететін жерлер бар ма? Мысалы, ол үшін робототехника даму керек, мысалы жасанды интеллект даму керек деген сияқты. Бізде 772 колледждайымыз бар. Барлық колледждерде енді көбінде мемлекеттік грант қандай мамандықтарға бөлінеді? 70%-дан астамның барлығы техникалық мамандықтар. Гуманитарлығы 30%, 20%-ды құрайды. Яғни өңірлерде грант бөлінгенде техникалық мамандықтарға басты назар аударылады. Президенттің тапсырмасы да бар, мамандықтардың бәрі осындай индустриалды сервис мамандықтарға басты назар аударыңыздар деген сияқты. Біздің колледждерімізде ол мамандық дайындайды, бірақ бұл жерде жалпы айтқанда сұраныс өңірлерде мысалға атылыстар неге шығып жатыр? Өйткені өңірлік деңгейде қандай прогноз бар, неге назар аударуымыз керек? Соған басты жұмысты көздейтін боламыз. Өйткені бізде жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көштік. Бұрын жоспарлы экономикада біз білетінбіз 100-ден шақты дәнекерлеуші керек. 5 жылдың ішінде бөліп береміз. 50 мына жыл дайындайсың, 50 мына жыл дайындайсың, қалған 100-ін мынаған дайындайсың дегенше 200 керек болатын болса, осындай бір жоспарға бөлінеміз 5 жылдықта. Ал қазір таңда нарықтық экономикада біз айта алмаймыз. Керемет құрылыс компаниясының өзінен сұрасаңыз, 5 жылдан сізге дәнекерлеуші керек па, сылақшы керек па, ол кісі сізге жауап бермейді. Неге? Өйткені ол оны 5 жыл жоспарламайды. Оған қысқа мерзімді жоспарлау бар ода. 1 жыл, 1 жылдан или 1,5-2 жыл, 3 жылға шейін аралықта ғана жоспарлап айтып беріледі. Енді бар, мынаны айтайықшы, жалпы өзіңіз колледждерде жаңа қарайсыз, бәленбай колледж бар, студенттер бар, оның ішінде қазір студенттің бар, басқасы болсын, курьер, яғни жеткізуші болып жұмыс істейді. Яғни оқып шаршамайды, ақша тапқысы келеді. Қарапайым қай мамандықты алсаң да курьер көп тауып тұр деген сөз. Тіпті бос жұмыс орындары іздесе, бірінші сұраныста, яғни бізге курьер қажет, бізге жеткізуші қажет деген секілді. Осы жерде мәселе неде деп ойлайсыз жалпы? Басты мәселе икемдік кесте. Гибкий график дейміз. Бұл жерде сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жас буын ол оқып та жүрсе де, жұмыс жасап жүрсе де, өзінің тұрақты жұмыс болса да, кейбіреулер курьер жұмыс жасайтыны бар. Бұл жерде икемді график, біреуде ол қосымша заработок болатын болса, жалақы алу болатын болса, кейбір адамдарда бұл өзінің негізгі жұмысы. Онда енді бір талқылап қарайтын болсақ, кейбір көрерлермен бір сөйлесіп едім, осы жұмыс неге саған қандай бір қажеттілігі бар жас буыннан енді. Біріншіден айтады, менде спортқа жақын адаммен дейді да, физический нагрузкамды бірге шешемін дейді. Велосипедпен, немен жүргенде өзім барамын, сосын икемді кесте, өзім қай кезде апарарым бар, енді тапсырысты қабылдайтын кез бар ғой. Мен сол жағынан назар аударамын дейді да. Яғни ақшамды тауып жатырмын. Бұл жерде енді курьер дейсіз ба, такси қызметкері дейсіз ба, сол принциппен жұмыс жасайды да. Икемді графигін алады, өзі қай кезде жұмыс жасайды. Адамның өзі болмысы біреуге тәуелді болғысы келмейді. Мысалға қараңыздар, оқуға түседі, сен бірақ оқуға түскеннен кейін өзінің отработкасы бар десең, ол ойланады да. Өйткені ол ойлайды, мен қазір тәуелді болып қаламын, 3 жыл 4 жылдан кейін мен қайда барарын білмеймін, вдруг маған жақсы жұмыс предлагать етті, мен ұсынады, мен сол жаққа кетіп қалуым мүмкін дейді. Бұл жерде икемді графиктің, кестенің икемділігінде ғана. Ал ол жерде де бір курьер болуды бір оңайлы жұмыс деп айта алмаймын. Анау шеттен мына шетке баруың керексің, оны тапсырысты жалпы айтқанда ешқандай құқық бұзушылықсыз, ешқандай келеңсіз жағдайсыз апаруың керексің. Онда өзінің нюанстары бар. Жұмыс кестесі бар, оның үстіне табысы да жақсы деп айтып жатады. Алдыда 11-де тағы да жалғастырамыз. Рахмет, Санжар мырза. Құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған Тәттібек Санжар Мейірханұлы, Талап коммерциялық емес акционерлік қоғам президенті. Жалғастырамыз.